Бүгінгі тамағымыз тауық етінен. Осындай бір тауығымызды жуып, тазалап, жүнінен несінен тазалап, осындай артық заттарын алып тастаймыз. Ортасынан бөліп, үйлерінде тақтай жұртпа демеңіздер. Осындай шараның ішінде сулатпасын деп ыңғайлы, артық зат бұлғағын келген жоқ деп қысыл бұрышты салып, тұзымызды салып, өкірде тұз саламыз. Өкірде тұзымызды салып, суды құйып, тауық батқанша су құямыз. Тауығымызды батырып 3-4 сағатқа қойып қоямыз. Түнемеге жасап қойсаңыздар өте тамаша болады. Тұзы сынып, бұрышы сынып, аштылығы шығып, керемет болады. Артқа қойып қоямыз. Енді пиязымызды тураймыз. Арасына қосатын осындай картопымызды дайындап, турап дайындаймыз. Дайын болып тұрған картошкамызға тұзымызды саламыз. Қара бұрыш, дәмдеуіштер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша саласыздар, араластырамыз. Бұлай тұз салып, дәмдеуіш салып, картопты қойып қоюға болмайды ұзақ уақытқа. Түрі жаман болып кетеді шұбарланып. Табамызды дайындап, май құйып, жақсылап картофелімізді саламыз. Реттеп орналастырамыз. Жақсылап тұрып, реттеп салғаннан кейін үстінен пиязымызды саламыз. Пиязды жуаны міндетті түрде салу керек. Жуанның дәмі бір тамаққа ерекше дәм береді. Жуанымызды салып, түнемеге болмаса 3-4 сағат бұрын дайындап қойған тауық етімізді судан аламыз. Жақсылап суын сорғытып алып, басқа ыдысқа қоямыз. Енді үстінен біз артық заттар болса тағы да алып тастаймыз. Үстінен дәмдеуіштерімізді саламыз. Дәмдеуіштерге өздеріңіз қандай тауыққа арналған дәмдеуіштер бар, соны салсаңыздар болады. Менде осындай қатырылған чеснок бар, сарымсақ. Осы сарымсақты пайдаланамын. Дәмдеуіштермен сарымсақты араластырып, тауықтың үстінен жағамын. Тауықтың үстінен жағып, тауығымызға массаж жасаймыз. Әбден жағуымыз керек. Осы дәмдеуіштеріміз алдындағы тұзға салдық, суымызды. Осы тұз сіңуі керек болатын тауыққа. Осы дәмдеуіштерімізді етінің арасына кәдімгідей уқалап массаж жасаймыз. Терілерінің арасына өткізіп саламыз. Осындай шанышқымен еттерін тықсаңыздар болады. Еттеріне бізге дәмдеуіштер өту керек еттеріне. Ой, бұл қиын екен демеңіздер, жеген кезде тамаша болады. Дәмі өте ерекше, керемет болады. Ең бастысы дәмдеуіштеріңізді жақсылап таңдап алсаңыздар болды. Осылай тығып, терілерінде тесіп тығасыздар. Дәмдеуіштеріңізді салып, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жақсылап, арқасы тырысып қалған ба, әйтеуір массажды көбірек жасап жатырмын. Тағамды қалай өзіңіз жақсы көріп жасасаңыз, солай тағамыңызды дәмді шығады. Паприка себеміз, тауығымыз қызарып, әдемі болу үшін паприка пайдаланамыз. Екі ас қасықтай майонез салдым. Майонез болсын, қаймақ болсын, үстінен жағып, осылай тағы да осы дәмдеуіштеріміздің сіңіп жақсы болуына әсер етеді. Жақсы жетер. Осылай дайындап қойған картофеліміз бен пияздың үстіне үстіп саламыз. Үстінен пияз қойсаңыздар да болады, болмаса да болады. Жылтыр қағазымыз бен фольгамен жабамыз. Фольгамен жақсылап қымтап жабамыз. Мен фольгам сәл енінен кішкентай болып тұр, сонымен 2 қатар қылып жабамын. 2 қатар фольгамызбен жауып, духовкамызға саламыз. Мен духовкаға 200 градустан асырып қоямын. 250 сондай градуспен қоямын. Асты үсті сондай болады. 60 минутқа қоямын.
тамағымыз дайын, ыстық болып жатыр. Осылай, осы күйімен қайтадан духовкаға бір салып алсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған дәмді ас каналы. Менімен бірге болыңыздар. Тіркеліп жүрекшені басуды ұмытпаңыздар.